Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі, яғни 66 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Бұрынғы европалық Cage Warriors промоушнда 135 фунт салмақта чемпион болған ағылшын жауынгері Натаниэль Вуд пен оның қарсыласы дәл осы Cage Warriors промоушнда 145 фунт салмақта чемпион болған француз жауынгері Морган Шария арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Я достар, атап өткенде бұл кездесу 66 кг салмақта өтеді. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы 50-50 болып екіге бөлініп отыр. Біз білетінде Натаниэль Вудтың тік тұрып соғысы мен бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Жалпы бұл жауынгер барлық жағынан керемет дамыған. Ал француз жауынгері Морган Шариеге келетін болсақ, бұл жауынгердің джиу-джитсу стилі, грэпплинг стилі, тік тұрып соғысы мен бокс стильдерінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Морган Шария Натаниэль Вудты сабмишнмен болмаса нокаутпен жеңу арқылы ағылшын жауынгерлерінің көңілін түсіруі тиіс деп есептеймін. Және де осы арқылы бұл жауынгер алдағы уақытта топ 15-ке кіретін қарсыласқа лайық болуы тиіс деп есептеймін, достар. Straight away. Interest.